Қайырлы күн достар, бүгін сіздерден қазіргі хит болып жатқан тары чизкейкін жасайтын боламыз. Дәмі деген өте керемет, балмұздақ секілді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге бір жасағаннан шығатын тексерілген оригинал рецептісін бөлісемін. Сондықтан да міндетті түрде менің видеомды соңына дейін қарап, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, тіркеліп алыңыздар. Менің арнамнан көптеген рецепттерді жіберіп алмаңыз. Сонымен қатар, оригинал торттардың рецепттерін таба аласыздар. Ең алдымен бізге 80 грамм тарымыз қажет болады. Алдын ала жуып, тазалап аламыз. Сосын барып, ыстық қайнап тұрған 150 мг сүтімізді үстінен құйып, араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Келесі бізге 250 грамм талқан қажет болады. Осылай талқанымызға 100 грамм сахарный пудра, яғни қант ұнтағы, сосын 140 грамм 82% сары майымызды құйып, барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде жақсы басы біріккенше араластыруымыз қажет. Қолмен ұстаған кезде өз формасын ұстауы қажет. Сосын барып бізде дайын болады. Біз алдын ала жасап жатқан кезде жарты сағат алдан пешімізді қосып қоятын боламыз. Осылай қолға жабыспайтындай формасын ұстау қажет. Формасын ұстаса бізде дайын болды. Бізде келесі осы талқанымызды енді формаға жайғастыратын боламыз. Бізде алдын ала 24 дециметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, осылай орналастырып аламыз. Сіздерде кальцо бар. Кальцоның көмегімен де жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйде қандай форма болады, сол формамен жасауға болады. Келесі бізде осылай формамызға жақсылап формасын ұстайтындай етіп, біркелкі етіп, барлығын осылай тегіс етіп, қолдың көмегімен дайындап алатын боламыз. Сіздерге кеңес беремін, осы талқанды қосқан кезде талқанның жартысына печеньені қоссаңыздар болады, сонда формасын жақсы ұстайтын болады. Формамызды дайындап болғаннан соң, келесі салмамызды дайындап болғанша холодильникте ұстайтын боламыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге 500 грамм калехтың творожный сыры қажет, 150 грамм қант, және де 4 дана жұмыртқа, және бізге 150 грамм сливке қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Салмасын біз миксерді қолданбаймыз, тек қана лопатканың көмегімен, ағаш таяқтардың көмегімен араластыратын боламыз. Миксермен араластырған жағдайда біздің бетіндегі салмасы жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қолмен міндетті түрде осылай араластыруларыңыз қажет. Барлығын жақсылап бірігіп араласу қажет. Осылай барлығын араластырып болғаннан соң ситаның көмегімен өткізіп аламыз. Бізде арасында іртіктері қалмауы қажет. Барлығы біркелкі араласып тұруы қажет. Міне біздің салмасы дайын болды. Осылай іртіксіз әдемі болып шығады. Барлығы біркелкі болады. Сосын барып, біркелкі болғаннан кейін барып, бізде жібітіп қойған тарымызды қосатын боламыз. Бізде осылай көлемін ұлғайтып, сүтін өзіне сіңіріп алады. Тарымызды енді салмасымен бірге жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын барып, бізде салмасы дайын болады. Тарымен жасалған чизкейктер өте дәмді және де тойымды болып келеді. Емізулі аналарға өте қажетті чизкейктердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Міне біздің чизкейктерімізді енді осылай салмасын салатын боламыз. Салмасын салып, бізде 140 градуста 1 сағатқа қойып пісіріп алатын боламыз. Чизкейгіміз дайын болғаннан соң осылай листке формаға, кез келген формаға салып, ыстық қайнап тұрған суымызбен бірге пешімізде 140 градуста 1 сағатқа салып аламыз. Піскеннен соң суығаннан соң ғана барып формасынан шешіп, холодильникте 1 сағат, 2 сағаттай ұстайтын боламыз. Міне біздің тары чизкейктеріміз осылай дәмді және де формасын ұстайтын болады. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және тойымды болып келеді. Дәмі деген балмұздақ секілді болып тұрады. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан тары чизкейктерін бизнесіңізге айналдыра аласыздар. Өйткені бұл сұранысқа ие тары чизкейктерін заказға өте көп алады. Бір жеген адам екінші рет міндетті түрде қайта келеді. Бұл чизкейкті міндетті түрде талқаннан жасаудың қажеті жоқ. Талқанның орнына печеньеларды қолдансаңыздар да болады. Печеньелармен де өте дәмді болып, дәмдері үйлесетін болады. Достар, егерде сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің каналымнан көптеген пайдалы рецепттерді көре аласыздар. Қазақша контенттегі видео рецепттерді қолдап, өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және де менің рецептім бойынша тары чизкейкті жасап көрсеңіз, жоғарыда тұрған инста парақшама жазып, сол жерде өзіңіздің чизкейктеріңізді бөлісе кетіңіздер. Сіздер үшін пайдалы канал болғанына өте қуанып қалар едім. Егер де тары чизкейкін жеп көрген болсаңыз, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, ұнады немесе ұнамады. Пікірлеріңіз өте маңызды. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте нәзік және де хит болып жатқан дубайский чизкейкті жасайтын боламыз. Өте дәмді, хрустящий болып шығады. Міндетті түрде жасап көру қажет. Сіздерге бір жасағаннан шығатын оригинал рецептісін бөлісетін боламын. Сіздерден видеома лайк басып, астына ұнаған болса пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Ең алдымен чизкейкіміздің основасын дайындайтын боламыз. Бізге 180 грамм ұн және де 95 грамм қант, ұнтағы 20 грамм какао және де дәмдеуіш ванилин, 95 грамм 72% сары майымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Бізде сары майымыз бен ұнымыз біркелкі масса болғанша жақсылап араласу қажет. Соңында барып бір дана жұмыртқамызды да салып, жақсылап жұп-жұмсақ етіп қамырымызды дайындаймыз. Бұл чизкейктің основасына дайын печеньеларды да қолдансаңыздар болады. Мен осылай алдын ала основасын өз қолыммен дайындап пісіріп алдым. Осындай қолға жабыспайтындай жұмсақ осындай қамырымыз дайын болады. Дайын болған қамырымызды ұн сеуіп, пергамент қағазына жұқа етіп, жайып пісіріп алатын боламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бұл чизкейкке міндетті түрде бұлай қамырын дайындаудың қажеті жоқ. Сіз асығыс болсаңыз, дайын печеньелардың көмегімен жасасаңыздар болады. Мен де осылай пергамент қағазына төсеп, жұқа етіп жайып, пісіріп алдым. Піскеннен соң барып блендердің көмегімен майдалап, ұсақтап алатын боламын. Чизкейк рецептісінің толық нұсқасын астында описание бөлімінен көре аласыздар. Сол жерден барлығын нақты грамдармен жазып кететін боламын. Міне бізде осындай қытырлақ печеньелары дайын болады. Осылай дайын болғаннан соң блендердің көмегімен немесе қолдың көмегімен осылай майдалап ұсақтап алатын боламыз. Ұсақтап алған печеньеларымызға осылай сары майды ерітіп, жақсылап араластырамыз. Бізде бұл қолымызға жабысып, жиналатындай формада болуы қажет. Чизкейктің основасын осылай тез және де оңай дайындап алатын боламын. Дайындап болған чизкейктерімнің основасын алдын ала өзіміздің кез келген формамызға пісіріп, формасын дайындаймыз. Мендегі форма 24 дециметрлік форма. Сіздерге кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша форманы алып жасасаңыздар болады. Мендегі 24 дециметрлік формаға осылай дайын болғаннан соң жақсылап формасын біркелкі етіп, формасын келтіріп шықтым. Барлығын жан-жағын жақсылап біркелкі болуы қажет.
Келесі біз чизкейкіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Бізге калехтің 500 грамм творожный сыры қажет, және де 70 грамм қант. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен баяулатып араластыратын боламыз. Араластырып жатқан кезде жұмыртқамызды біреулеп кезекпен қосып отырамыз. Салмасын жақсылап біркелкі болып араласуы міндетті. Мен осылай барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып алдым. Араластырып болғаннан соң бізде сливки және де шоколадты екеуін бірге араластырып барып, осы салмасына қосатын боламыз. Салмасы осылай біркелкі болғаннан соң біздегі сливкиімізді ыстып және де шоколадымызды даже ерітіп алатын боламын. Осылай шоколадымды ерітіп болғаннан соң сливкимен екеуін бірге араластырып барып, сосын барып салмасына қосатын боламын. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп осылай жасаймыз. Осылай барлығын араластырып біркелкі етіп аламыз. Бізде салмасы дайын болады. Дайын болғаннан соң бізде келесі кезекте формамызға салып пісіріп алатын боламын. Формамызды осылай алдын ала листімізге қойып дайындап аламын. Дайындап болғаннан соң салмамды ортасына салып, жақсылап барлығы біркелкі етіп, үстін тегістеп алғаннан соң бір стакан қайнап тұрған ыстық суымызды құйып пешімізге жіберетін боламыз. 140 градуста 1-1,5 сағаттай пісіріп аламын. Бізде келесі чизкейкіміз дубайский болғандықтан бізде осындай тесто катайфи қолданылады, және де фисташковый пастамызды екеуін біркелкі етіп араластырамыз. Хит болып жатқан дубайский чизкейкіміз осымен әдемі және де хрустящий болып шығады. Бізде осылай фисташковый пастамыз кішкене қоймалжың болмайды, сол себепті тесто катайфимен бірге араласуы кішкене қиындау болады. Сол себепті барлығын жақсылап араластырып, міндетті түрде жақсылап араласу қажет. Келесі бізде осылай дубайский чизкейктің үстіне құйылатын калебауттың молочный шоколадына сливкиімізді құйып біркелкі етіп араластырып аламыз. Екеуі жақсылап біркелкі болып араласу қажет. Сосын барып біздің шоколадымыз дайын болады. Міне бізде осылай әдемі болып шығады. Осылай алдын ала дайындап болғаннан соң, соңында біз дубайский чизкейкіміздің бетіне құятын боламыз. Мен дубайский чизкейкті пісіріп болғаннан соң осылай бір түнге қалдырдым. Бір түнге қалдырып холодильникке қойып алдым. Сосын барып келесі күні осылай бетіне салмасын салып дайындап алдым. Осылай барлығын біркелкі етіп жасап болғаннан соң, соңында біздегі дайындап қойған шоколадымды құйып бір тегіс етіп холодильникке тағы да 1-2 сағатқа жіберетін боламын. Чизкейкімізді пісіріп болғаннан соң міндетті түрде 4-5 сағат немесе бір түнге холодильникке қоюларыңыз міндетті. Дубайский чизкейктің салмасы өзінің формасын ұстап әдемі болып шығады. Міне біздің дубайский чизкейкіміз дайын болды. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де хрустящий болып шығады. Бұл чизкейктің ерекшелігі осындай салмасында, салмасы начинкасымен бірге өте әдемі және де хрустящий болып хрустить етіп тұрады. Осылай шоколадын құйып болғаннан соң 1-2 сағатқа холодильникке жіберіп, формасын ұстағаннан кейін ғана барып кесіп ұсынатын боламын. Міне бізде 3 сағаттан кейін осылай формасын кесіп, сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қазіргі тапсырыста жасап жүрген дубайский чизкейктердің бірі. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Дубайский чизкейктің дауысын естіп көріңіздер. Міне біздің дубайский чизкейкіміз дайын. Начинкасы, салмасы да өте керемет, бір-бірімен өте үйлесімді болып шыққан. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген ерекше, хрустить етіп тұрады. Достар, сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.
және де менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бір қамырмен екі түрлі пирог жасайтын боламыз. Тары қосылған сметаник пен шоколадный сметаникті ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және де тойымды болып келеді. Менің парақшам пайдалы, маған тіркеле кетіңіздер. Алдын ала 50 грамм тарымызды жуып тазалап алатын боламыз. Жуып болғаннан соң қайнап тұрған ыстық сүтімізге үстіне құйып бұқтырып қоятын боламыз. Бізде алдын ала қазір қамырын дайындап болғанша бетін жауып алып қоятын боламыз. Тары қосылған пирог ерекше дәмді, хош иісті, ауызашарға жақсы кететін сметаниктардың бірі. Менің рецептіммен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен біз сметаниктің тестасын дайындайтын боламыз. Бізге 400 грамм ұн және де 200 грамм сары май және де 1 чай қасықпен ұн қопсытқыш және де хош иіс беру үшін ванилинді қосып жасайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты екеуін жақсылап, қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Осылай қантымызды ертіп алсақ, бізде қамырымызда жұп-жұмсақ болып шығады. Сол себепті сіздерде осылай ертіп алғандарыңыз дұрыс. Енді біз ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Артынша салқын сары майымызды да салып, екеуін жақсылап басын біріктіріп араластыратын боламыз. Дайын болған қамырымызды енді екеуін біріктіріп, жұмыртқамен араластырып, дайын жұп-жұмсақ болып шығатын қамырымызды дайындайтын боламыз. Барлығы видеода көрсетілгендей етіп жасайтын боламыз. Міне бізде қамырымыз жұп-жұмсақ болып шықты. Осылай қолға жабыспайтындай етіп, қамырымызды дайындап, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Келесі біз сметаниктің салмасын дайындайтын боламыз. Бізге 20%-дан жоғары осындай 400 граммдық сметанамыз қажет болады. Артынша 150 грамм қант және де 2 дана жұмыртқа, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл сметаниктар өте дәмді және де шаймен жақсы кетеді. Сіздер де осылай ауызашар кезде дайындап берсеңіздер, дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, дайын болған тарымызды да қосып жіберетін боламыз. Біздің тарымыз осылай сүтте көлемі ұлғайып, осылай өзіне тартып алатын болады. Болғаннан соң біз начинкамызға қосып, жақсылап барлығын басын біріктіріп, араластырып алатын боламыз. Тары қосылған сметанигіміздің дәмі ерекше дәмді болып келеді. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген формамызға, менде 26 дециметрлік форма, сол формамызға жақсылап жайып шығатын боламыз. Алдын ала біз пешімізді қосып қоятын боламыз. 180 градусқа конвекция режиміне қосып дайындап қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыздың тестасы дайын. Енді салмасын салып, 180 градуста пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі біз шоколадный сметаниктің салмасын дайындайтын боламыз. Бізде 20%-дан жоғары қаймақ алынбаған 400 грамм сметана және де 2 дана жұмыртқа, 150 грамм қант, екеуін жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан соң 3 ас қасықпен какаоға қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Какаоны қосқаннан соң міндетті түрде сметаниктарыңызды жақсылап араластырыңыз. Арасында түйіршіктері қалып кетпес үшін ситаның көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Өздеріңізге сенімді боласыздар. Видеода көрсетілгендей мен осылай арасын өткізіп алдым. Сонда менде арасында ешқандай түйіршіктер болған жоқ. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап алыңыздар.
Міне бізде ешқандай түйіршіктері жоқ. Осылай салмасы дайын болады. Дайын болғаннан соң жайып қойған қамырымыздың салмасын салып 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Достар, міне біздің пирогтарымыз дайын болды. Осылай бір күнге суытып болғаннан соң ғана мен осылай формасынан алып, екі сметанигімізді бірге қосатын боламыз. Өте дәмді, шоколадный және де тары қосылған сметаниктарымыз дайын. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, жұп-жұмсақ болады, ауызда еритін сметаниктардың бірі. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, үлпілдеріңізді аямаңыздар, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астындағы батырманы басып тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын. Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен мінсіз шығатын бисквиттің рецептісін бөлісетін боламын. Бұл бисквитпен кез келген туған күнге арналған торттарды жасауға болады. Бір жасағаннан осылай биік болып бисквиттеріңіз көтеріліп шығатын болады. Бұл бисквит ешқандай пештерді талғамайды, барлық пештерде бірдей пісіп көтеріліп шығатын болады. Егер де сіздің бисквитіңіз көтерілмей піскеннен соң түсіп кететін болса, міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіз. Бір жасағаннан мінсіз шығатын болады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен таза ыдысымызға үй температурасында тұрған 5 дана жұмыртқамызды саламыз. Артынша 150 грамм қантты, екеуін жақсылап миксердің көмегімен 10-15 минуттай миксерімізбен араластырып алатын боламыз. Біздегі миксердің көмегімен осылай көлемі ұлғаю қажет. Өзінің формасын ұстағанынша етіп миксерлейтін боламыз. Менде осылай 10 минуттай миксерде тұрды. Міне осылай дайын болғаннан соң осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Сіздерде де осылай бисквиттеріңіз алдын ала осылай болу қажет. Бұл міндетті түрде осылай жақсылап көлемі ұлғайғаннан кейін барып, біз 150 грамм ұнымызды екіге бөліп араластыратын боламыз. Келесі кезекте біз миксерді қолданбаймыз. Миксердің орнына осындай силиконды лопатка немесе ағаш лопаткалардың көмегімен біркелкі етіп бір бағытта араластырып отырамыз. Біздің ұнымыз міндетті түрде араласу қажет. Алдын ала ұнымызды ситадан өткізіп алатын боламыз. Алдын ала мен ситадан өткізіп алып, сосын барып ұнымды екіге бөліп араластырып алдым. Сосын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Араласып болғаннан соң дәм беруші ванилиніміздің бір пакетигі қолдансақ жеткілікті. Соны қосып, барлығын тағы да біркелкі етіп араластырамыз. Міне біздің бисквитіміздің тестасы дайын болды. Дайын болғаннан соң 20 дециметрлік формаға осылай астына фольганы 2 қабат етіп төсеп алатын боламыз. Барлығын жақсылап сыртына шығып кетпеуі қажет. Осылай формамызды дайындап болғаннан соң бисквитімізді құйып,
алдын ала пешіміз 180 градуста конвекция режимінде қосылып тұру қажет. Кез келген пешті талғамайды, барлық пештерде пісе береді. Пештеріңізді міндетті түрде жарты сағат алдын қосып қойғандарыңыз дұрыс. Бисквитімізді осылай барлығын құйып болғаннан соң, бисквитіміз тегіс болу үшін біз таяқшаның көмегімен араластырып шығамыз. Осы лайфхакты сіздермен бөліскелі жатыр. Видеоларды да бөліскен болатынмын. Осындай таяқшаның көмегімен бисквиттеріміздің арасын бір қайтара айналдырып шығатын боламыз. Сонда біздің бисквиттеріміздің арасы біркелкі болып шығатын болады, және де біркелкі болып көтерілетін болады. Міне біздің бисквитіміз дайын. Бисквитіміз осылай әдемі және де көтеріліп шығатын болады. Бисквиттің піскенін біз осылай таяқшаны тығып көретін боламыз. Біздің таяқшамыз құрғақ болса, бисквитіміз пісті, дайын деген сөз. Бисквитімізді формадан алатын кезде міндетті түрде бисквитті суытып барып шешіңіздер. Сыраз ыстық кезінде шешуге болмайды. Формасын жоғалтып алатын болады. Формасы дұрыс алынбайды. Сондықтан міндетті түрде бөлме температурасында 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сосын барып формасынан алатын боламыз. Пешімізде пісіп жатқан бисквитімізді ешқашан 40 минут болмай аузын ашпаңыздар. Егер де аузын ашатын болсаңыздар, көтеріліп тұрған бисквитіміз бірден түсіп кететін болады. Сол себепті бисквитімізді 40 минут болмай аузын ашпаңыздар. Біздің бисквитіміз 40-45 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіздің пешіңіздің жағдайына қарап бисквиттеріңізді пісіріп алатын боласыздар. Сосын міне сіздерде де идеальный мінсіз осылай бисквиттеріңіз дайын болады. Бұл бисквиттермен кез келген туған күнге арналған торттарды жасап, үй жағдайында шығынсыз осылай торттарды жасап үйренсеңіз болады. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде сіздер де осылай бисквиттеріңізді пісіріп көріңіздер. Үйдегі күнделікті қолданып жүрген заттар барлығы құрамы қолжетімді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Құрамы тек қана 3 заттан ғана тұрады. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болса, астында комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Құрамы қолжетімді заттардан осылай үй жағдайында сіздерде балапандарыңызға торт жасап қуантыңыздар. Бұл жерде мен бисквитімді 4 бөлікке бөліп алдым. Сосын барып тортымды жинайтын боламын. Тортыма ең алдымен арасына сгущенканы суға араластырып пропитка жасап алдым. Сосын барып бисквитімізге бір текстетіп құйып шығатын боламыз. Мендегі бұл жердегі крем творожный сыр, сливки және де қанттан тұрады. Толығырақ астында бөлсе кетемін. Сол жерден қарай аласыздар. Достар, егер де менің торттардың рецепттерін алғыңыз келсе, менің парақшама өтіп, көптеген рецепттерді көре аласыздар. Сол жерден менімен бірге жасап көріңіз. Егер де бисквиттеріңіз дұрыс көтерілмей, басылып қала беретін болса, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын. Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып ауызда еріп тұратын творожникті жасайтын боламыз. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 350 грамм ұнымызды салып, артынша 15 грамм ұн қопсытқыш, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 120 грамм тоңазытқыштағы салқын сарымайымызды жақсылап араластырып аламыз. Болған соң бір дана жұмыртқамызды ұнымызға араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Артынша соңында біздің қамырымыз басы бірікпей жатқан болса, бізде 3 ас қасық салқын суымызды қосып, басын біріктіріп, творожниктің тестасын дайындайтын боламыз. Міне осылай дайын болады, жұп-жұмсақ болып, біркелкі болғаннан соң біз тестамызды екіге бөліп, пищевой пленкаға салып, екеуін морозилкаға жіберетін боламыз. Біздің тестамыз 1 сағат немесе 40 минуттай тұру қажет. Келесі бізде начинкасын дайындайтын боламыз. Бізде 400 грамм творог және де 2 дана жұмыртқа, 100 грамм қант, барлығын жақсылап араластырып, 150 грамм 20%-тан жоғары сметанамызды салып, барлығын блендердің көмегімен басын біріктіріп алатын боламыз. Келесі бізде осылай 1 сағат өткеннен соң біз тестамызды осындай
үккіштен өткізетін боламыз. Сонда ғана біздің тестамыз ауызда еритіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Менде форма 23-24. Өздеріңіз осында кез келген формаға алып жасасаңыздар болады. Дайын болған тестамызды үстіне біз начинкамызды құйып, артынша тағы да үккіштен өткізілген тестамызды салатын боламыз. Бізде осындай начинкаға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген ягоды немесе варенье, джем қолдансаңыздар болады. Менде осындай ягоды түрін қолдандым. Осыны кукурузный крахмалға араластырып, осылай творожниктің бетіне салып шықтым. Келесі бетінде бізде осылай үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап қойдым. Осылай дайындап қойсаңыздар да болады. Дайындап қойған тестамызды бетіне сеуіп, 180 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Біздің творожник пісіп шықты. Пісіп шыққаннан кейін 1-2 сағаттан кейін ғана формасынан шешіңіздер. Суытып барып шешіңіздер. Сонда ғана сіздердің творожниктарыңыз формасы бұзылмай, дұрыс кесілетін болады. Достар, егер де менің рецептім сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер, және де астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұп-жұмсақ болып шығатын, ауызда еритін творожник. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!